Армысыздар. Студияда жаңалықтар. Эфир тізгілігінде Дайырбек Нұрай. Ата-аналар академиясы жұмысын жандандырудағы отбасы мектеп штабының кезекті ашық алаңы әкеге қарап ұлы өсиет тақырыбында өтті. Толығырақ бейне материалдан тамашалаңыздар. Өскелең жас ұрпақты рухани адамгершілік қасиетке баулу, тәрбиелеу барлық кезеңде де өзекті. Отбасы мектеп штабының кезекті шарасы облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиясы, әкелер одағы қоғамдық бірлестігі және Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлесіп өтті. Ашық алаңда батыс пен шығыс елдері арасындағы әкелердің отбасындағы алатын орны, бала тәрбиесіндегі ерекшеліктері сөз болды. Анамыз әкемге жатыр дегенде тынышталып отырамыз, сабағымызды оқып отырамыз. Әкеміз көзінен бір атқан кезде бір рет түсінеміз. Әкелер одағы қоғамдық бірлестігінің облыстағы филиалының төрағасы Ержан Ескендір сөз сөйлеп, отбасы институтын дамытуда осындай іс-шаралардың маңызы зор екендігін айтып өтті. Нигерия елінен келген мұғалім Адбона Кенет Чинонсы өз еліндегі әкенің алар орны, оның отбасы алдындағы жауапкершілігі жоғары әрі заңмен қадағаланатынын алға тартты. Әкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, мәдениеті мен білімі баланың көз алдындағы үлгі-өнеге алады. Бұған қарап өсетін нысанасы екендігін тілге тиек ете отырып, шара қонақтары салмақты ойларымен бөлісті. Қазір қоғамда әкенің рөлін, біздің ата-бабамыз салып кеткен дүниені қайтадан жаңғырту, сол кісілердің айтып кеткен өсиетін келер ұрпаққа насихаттау осындай шаралар арқылы келеді деп ойлаймыз. Бүгінгі шараның мақсаты өзіне жетті, нәтижесі өз дәрежесіне жетті. Түрлі этномәдени бірлестік өкілдері қатысқан ашық алаңда оқушылар әр ұлттың тәрбие және тәлім турасында құнды ақпараттар алды. Неміс және өзбек этномәдени бірлестік жетекшілері қай ұлтта болмасын отбасының тілегін, қорғаны әке және оған деген құрмет өте зор деп атап өтті. Мектеп оқушылары ағылшын тілінде ертегі қойылымын ұсынып, сонымен бірге ағылшын халқының Хэллоуин, Easter, Pumpkin Pie дәстүрлерімен танысты. Ашық алаң соңы әсем әнмен қорытындыланды. My name is Mr. Henry. I was from Nigeria. Маған бұл іс-шара өте ұнады. Әсіресе қатысқан оқушылар өте талантты екен. Менің елімдегі отбасыларда әке өте үлкен рөл атқарады. Ол отбасының басы, ең маңызды шешімдерді қабылдайды және ең маңыздысы отбасының қауіпсіздігіне жауап береді. Мектебіміздегі ғылыми бағдар беру шеберханасы да өз жұмысын жүйелі түрде жүргізуде. Әр жұмыс айқын мақсаттарды көздеп, нақты нәтиже көрсетуде. Ал білім беруде бәсекелестік болғанда сапалы нәтиже болады. Балалардың арасындағы бәсеке түрлі жарыстардан басталып, оқушының жан-жақты қалыптасуына септігін тигізеді. Білім инемен құдық қазғандай. Оқушылардың әлеуетін көтеруде кез келген форматтағы жиын не шара белгілі деңгейде оң әсерін беруде. Бүгін біздің мектебімізде 8-ші сынып оқушылар арасында тартысты сайыс өтуде. Білім мен ғылымды қоса алған сайыста олар биология пәнінен алған білімдерін сынауда. Майгүл апай, бүгінгі сайыс туралы айтып өтсеңіз. Бүгін 8-ші сынып оқушыларының арасында биология пәнінен интеллектуалды сайыс өтіп жатыр. Және бұл тек қана биология пәніменен ағылшын тілі пәнінде кіріктіріп өткізген. Балалар ағылшын тіліндегі биология термин сөздерін айтып жатыр. Яғни пән аралық байланыста болып жатыр бұл жерде. Бірінші турында балдар блиц турнир өткізді. Осы турнирде тез биологиядан алған білімдерін тез саралау бойынша сұрақтарға тез жауап берді. Және ағылшын тілінде жауап берді бұл сұрақтарға. Екінші турында түрлі ребустарды ағылшын тілінде биологиялық терминдерменен шеше білді балалар. Балалардың білімі бар екені көрініп тұр неге осы сайыстың бағдарында. Ал енді үшіншісінде балдардың алдарына тістің және адам омыртқасының қаңқалары берілген. Осы қаңқалар туралы балалар өздерінің жобасын қорғады. Бұл жерде де байқап отырмыз, балалар жобаны ғана қорғап қоймай, осы қаңқалардың суретін, омыртқаның суретін, тістің суретін дәл анық қылып сала білген. Яғни балалардың басқа пәндерден де білімі терең екендігі көрініп тұр. Алдағы уақытта балаларға жақсы сәттілік тілейміз, осындай жарыстарда топ жара берсін демекпін. Тәрбие ұрпақты биік мұратқа жетелейтін сапалы білімнің тұғыры. Соның ішінде ұлттық құндылықтармен сусындап өскен ұрпақ ұлағатты болмақ. Тәрбие мен оқыту өзара тығыз байланысты.
бір-бірімен бөліп алуға болмайтын бір тұтас процесс. Ұлттық құндылықты оқушы бойына сіңіруде мектепте қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын әріптесім Ким Жасмин баяндасын. Рахмет, Нұрай. Балаларға ұлттық тәрбие беруде ұлттық ойындардың орны ерекше. Ұлттық ойындар барысында балаға дене тәрбиесімен қатар қазақ халқының салт-дәстүрлерімен таныстыру, баланы ұлттық рухта тәрбиелеу үрдісі жүзеге асырылады. Осы орайда оқушылар арасында 5 асық, 9 құмалақ, асық ату, арқан тарту түрлерінен қызықты да пайдалы сайыс өтті. Балалар зор ықыласымен қатысып, тартысқа толы сайыс куәгері болды. Бұл қазақтың ұлттық ойындары мәдени патриоттық тәрбие беруде ұтымды құрал екендігі тағы бір кезекті мәрте дәлелденді. Ұлттық ойын түрлері баланың қимыл қозғалыс, белсенді іс-қимыл жасауына себеп болса, сонымен қатар тәртіпті сақтау, әділетті болу, қоршаған ортамен танысу, тағы басқа тәрбиелік мәдени жақтарды жетілдірумен ерекшеленіп, логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Ұлттық ойындарды кеңінен насихаттау, оның пайдасын түсіндіре отырып, бойына дарыту. Өткен сайыс соңында жеңімпаз оқушылар алғыс хаттармен және медальдармен марапатталды. Спорт тақырыбынан алыстамаймыз. Мектебіміздің ғана емес, облыс мақтанышы Тұрсынбеков Бекжан жақында ғана өткен республикалық жарыстан жүлделі 1-ші орын иеленіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Бекжанды кезекті жеңісімен құттықтай отырып, әрдайым жеңімпаз болуын тілейміз. Оқушылардың білім беру сапасын көтерудің тиімді жолдары. Осындай тақырыппен мектебіміздің жас ұстаздарының әдістемелік тәжірибе алаңы өткізілді. Тәжірибе алаңында мектебіміздің жас ұстаздарынан жасақталған командалар оқытудағы тиімді платформалар топтамаларын көрсетіп, мұғалімнің киберпедагогиканы меңгерудегі ұтымды жұмыстармен бөлісті. Жүйелі жүргізілген жұмыс қашанда өзінің оң нәтижесін берері анық. Ғылыми бағдар беру шеберханасы аясындағы педагогикалық дизайн мектебінің 26-шы шарасы соның дәлелі десек те болады. Жас ұстаздар тәжірибе алмаса отырып, оны өз пәндеріне тиімді пайдаланып, оқушылардың сапалы білім алуына барынша ден қоюда. Аталмыш шараға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің мамандары қатысып, әріптестерінің жұмыстарымен танысты. Әлемнің ғажайып іс тірегі тақырыбымен жаратылыстану ғылымдарының апталығы өтті. Білім алушылардың жаратылыстану пәндерінің танымдық деңгейге көтеру, ғылыми ізденуге баулу, педагогтардың тәжірибе алмасуын жүзеге асыруды мақсат еткен апталық бойынша жұмыстарды ұсынамыз. Апталықта жаратылыстану пән мұғалімдері киберпедагогикалық тиімді оқыту платформаларымен, практикалық зертханалық сабақтармен, киберкидс вернисаж сабақтар өткізді. Мектептегі педагогикалық дизайн жобасымен әлеуметтік серіктес Қорқыт Ата университеті ғалымдары университеттегі ғылыми зертханаға оқушылармен таныстырылым өткізді. Ал метеорология алаңында ашық тәжірибелік сабақ, облыстық өлкетану мұражайында өткізілген экосаяхат сабақтар оқушылардың қызығушылығын тудырды. Апталықтың жабылуы адам мен табиғаттың тілдескені, өмірдің үндескен айдарымен тірі табиғат тақырыбында терме, ән, жырмен жабылды. Ақсақ киік әні әр адамның көкейіне табиғатты қорғаудың адамгершілік ұлы сезім екенін ұқтырғандай. Әзірге жаңалықтар легі осы. Бізден алыстамаңыздар.